Енді қабірге барған уақытта, жалпы қабірге бару біздің ханафи мазхабы бойынша мустахаб амал болып есептеледі. Қабірге бару шарт емес, бірақ мустахаб амал болып есептеледі. Тоқтала кететін мәселе, енді кейде біз мешітке барып Құран оқимыз марқұмдарға, кейде Құдай тамақтарда, асханаларда Құран оқимыз. Бұл қалай? Қабірге барып оқу керек пе, немесе сол жерде оқса бола бере ме деген уақытта барлық жерде оқсақ бола береді. Бірақ таза орындарда. Бірақ не екен? Алла үшін оқу керек. Шынымен жүрекпен оқу керек. Сонда иншалла біздің жасаған дұғамызда, оқыған Құранның сауаптары да, берген садақаларымызда не қылады сауаптары иншалла марқұмға барады. Ол маңызды емес. Сол үшін жаңағыдай қабірге бару бұл міндет емес, бұл мустахаб амал. Сол үшін ер кісілер бізде көбірек барады. Әйел кісілердің бармауы бағана айтқандай сезімге беріліп кетеді екен. Енді қабірге барған уақытта құрметті ағайын, ең бірінші жасайтын мәселе бұл қабірдегілерге сәлемдесу керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабірге барған уақытта ассаламу алейкум деп не қылады екен, амандасатын болған екен. О қабір иелері, сендерге Алланың сәлемі болсын. Алла қаласа әлбетте біз де сендерге қосыламыз деп не қылады екен, айтады екен да. Ассаламу алейкум, ей қабір иелері, қараңшы, Алланың сәлемі болсын. Және біз де міндетті түрде сіздерге қосыламыз деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы сәлемді не қылған бізге үйретіп кеткен. Сол үшін білмейтіндеріңіз, ассаламу алейкум, ей қабір иелері, сіздерді біз де иншалла, қазақша айтуға болады. Біз де иншалла сіздермен жолығамыз деген сөз айтса, бұл болады. Бұл қабірге барған уақытта сәлемдесу екен. Енді екінші мәселе, тақырып уақытқа байланысты қысқартып айтайық. Екінші мәселе бұл дұға қылу. Қабірстанға барғаннан кейін не істеу керек? Марқұмға дұға ету керек. Имам Тахави, Алла разы болсын, біздің Матуриди ақидасы деп айтсақ болады. Біздің негізгі ақида мәселесінде ұстаздардың бірі, сол кісі былай дейді. Ұстаздарымыздың бірі, мынау тірілердің өлілер үшін жасаған дұға тілектері дейді. Қараңыз, және де дұғалары мен берген садақалары өлілер үшін пайдасы бар дейді. Тиет дейді айтқан уақытта, біздің жасаған дұға тілектеріміз, берген хайыр ихсандарымыз марқұмдардың артынан, оның сауабы не дейді, марқұмға барады дейді. Бірде Алла субхану ва тағала Құран кәрімде бізге мынандай бір дұға үйретті. Раббана ғфир лана ва ли ихванина аллазина сабақуна бил иман ва ла таж'ал фи қулубина ғиллан лиллазина аману раббана иннака рауфур рахим. Раббымыз бізді және бізден бұрын иман келтірген бауырларымызды кешіре көр. Қараңыз да. Өзінің алдыңғыларға дұға етуді не қылып жатыр? Бізге Алла субхану ва тағала үйретіп жатыр да. Сол үшін қабірге барған уақытта сол жерде не істеу керек, құрметті ағайын? Қабірге барған уақытта марқұмдарға дұға жасау керек. Алладан не оларға кешірім тілеу керек. Өйткені біздің олар үшін кешірім тілеуіміз бағана айттық қой, қияметтегі дәрежесін көтереді, қабірдегі азабын көтереді, қабірдегі жағдайын жақсартады, құрметті ағайын.